Сәлем, мен есімім Айгерім Нұрғалиқызы. 15 жылдан аса тәжірибесі бар энергопрактик, гипнотерапевт, психолог, халық емшісі. Дәл қазіргі уақытта мен кемінде 60-70-нан аса халықпен жұмыс жасап, қаншама адамдарды емдеп, омен қоса қанша адамдардың өсуіне себепші болған тәжірибелі маман. Мені ең бірінші психология, өзімнің хәліммен қоса үлкен жетістіктерге себепші болған ғылыми практика. Ең бірінші мен 10 жыл шығыс медицинасымен айналыстым. Қаншама адамдарды емдедім. Бір күнде 100 адаммен жұмыс жасай отырып, 10 жыл шамасында дәрісіз қаншама адамдардың жазылуына себепші бола отыра, онымен қоса сынық салдым. Яғни Құдай берген тума талант қасиетім халыққа көмек берді. Этнопсихологияны дәріптеп, қобыздың үнімен жұмыс жасадым. Бірақ менің ішкі хәлімде бір дүние жетпейтін, кем бір дүние деп айтады ғой. Сол бір жан тыныштығы ішкі хәлімде жетпей, бір түсініксіз сезімдер болатын. Мені көрген адам қандай керемет қобызбен емдеп, қанша адамдарды аяққа тұрғызып, қанша командам бар, сомен жұмыс жасап, білім алып, акушер мамандығын оқыдым. Одан бір бөлек шығыс медицинасын оқыдым. Емші деген өзіме сертификат алып, қаншама тренингтермен үлкен конференцияларға қатыстым. Бірақ ешқандай адам менің ішкі жан дүниемнің тыныштығын түсінбейтін, ал мен жеткізе алмайтын едім. Бәрі жақсы, балалар бар, үй бар, жұмыс бар, халық бар. Адамды шақырады. Солай адам емдеп жүріп, бір күні осы сезім менің тұла бойыма келген кезде өзіммен жұмыс жасау үшін психолог мамандығына ниет бұрдым. Бірақ мен халықпен тәжірибем 10 жыл емдеп, мотивация беріп, қобызбен емдеп, адамдар келген кезде оларға дұрыс бағдар көрсетіп, денені ұстағанда оның хәлін түсініп, ол тұқымнан келген ауру, әлде стресстен, әлде уақыт өте келе күтінбеген екенін түсіндіріп, жеткізіп емдегенменен өзімнің жаным тыныш болмады. Мен тәжірибем болды, бірақ мен өзіме айттым: Айгерім, сен ең бірінші емді жанының тыныштығын өзінен бастау керексің деп, толыққанды 1 жыл шамасы, одан да ең бірінші қадамым, одан да кішкене жоғары 1 жылдан аса мен өзімді емдей бастадым. Психология дегеніміз психо, ой, ология, ғылым дейді. Яғни өзімнің ішкі хәлімді, өз ойымды, сана деңгейім, санамда көп деген бір жетістіктер бар, мақсаттар қойған менен жанымның тыныштығын емдегім келді. Дәл қазіргі таңда сенде де сол жағдай болып жатқанын мен өте қатты түсінем. Бәрі жақсы, жетіп жатыр. Сенде кредит болар, сен ипотекаға үй аларсың, сенде көлік, балаларың бар, бәлкім ажырасқансың, бәлкім бойдақсың, әлде үйленбегенсің. Бірақ Құдай саған бәрін беріп тұр, жақындарың жанында, бірақ жаның тыныш емес сезімді мен өзім өткіздім. Содан мен психологияға қадам басып, ең бірінші менің ұстазым энергопрактикада, яғни биоэнергетика деген терапияны ең алғашқы ұстазым, ол менің Турциядағы қазіргі осы энергопрактик болуға себепші болған адам. Бірақ ол бірінші мен емдеді. Мен өзіммен жұмыс жасағым келді. Одан кейін мен ғылыми өзіммен жұмыс жасау үшін гештальт психотерапевтпен жұмыс жасадым. 1 жылдың ішінде мен ішкі хәлім сондай тынышталып, ішкі сезімдерім кеңейді. Бала установкалармен, убеждениялармен менің көз қарасым бірден өзгерді. Әсте менің айналам сезе бастады. Солай мені жай қадаммен өзім психологияға келіп, міне 6 жыл шамасында мен адам емдеп жатырмын. Биыл 6 жылға қадам бастым. Енді тыңдаңызшы. Бірінші психологияға келмей жатып, мен ішкі хәлімде ақшаға қатты қорқыныштар бар екен түсіндім. Егер менің санам, балаларымның жетістігі, няням бар, домработницам бар,
4 баланы анасымын, частный садиктерге берем, солардың жағдайын жасап, ең жақсы магазиннен киім алып, шетелге барсам, соларға алып келіп, әкесі де сол үшін жұмыс жасаған менен, мен қанша ақша тапсам да, жаным бірінші тыныш болмаса, екінші орны былай жоқ болып кете беретін. Одан бір бөлек мен өзімнің құндылығымды толыққанды түсінбедім. Мен сол себепті мен қаладым, 1 миллион теңгеге мен сабақ қалайтынмын. Бірақ ол дүниені өзіме позволять ете алмаймын. А позволять етсем, мен ол услуганы сата алмайтынмын адамдарға. Сонда менің сана деңгейімде үлкен мышление, балаларым болашағы, олардың білімі, кішкентайынан бастап, 4 жасынан бастап баламды футболға, қызымды гимнастикаға, Шымкент қаласының тумасымын, осы жерде ең мықты мамандарға бергенменен, сенесіз ба, менің бала установкамда, егер адам қатты бай болса, яғни ата-аналар, балалары мажорик, неблагодарны, адасқан бала болады деген установканы табам. Сол бір установканы өзгерткеннен кейін, мен 2021 жылы салоннан жолдасым маған көлік алып береді. Менің берекем кіре бастады. Ал өзім 19-20 жылы өзімді емдей бастадым. Бірінші кезде мен психологияның құндылығын түсінбедім. Бізде деген көптеген психолог, коуч мамандары 2015-14 жылы бастап коучтар сабақ беріп, түп сана жайлы айтып жатты, мен түсінбейтін едім. Мен былай айтатын, адамға не үшін психолог керек? Оқып алғанын айтып түсіндіріп жатыр ғой. Егер ол адамда талант, қасиет болмаса деп, мен жеке границаға да кірген күнім болды. Я, мен жақсы емшімін. Я, мен жақсы мамамын, тәжірибелі мамам, білімді маман, тұла бойымда қасиетім бар, тегімнен келген сынықшылық, айтқаным дүк келетін. Бірақ менің халім әкесіз өскен, ерте әкесінен айырылған үйдің үлкен қызының бала убеждениялары, менің мышлением, менің блоктарым өсуіме тікелей кедергі болды. Жаныма тыныштық бермеген осы бір сезім екен. Сонда мен алғашқы рет ақшаға қатысты блокпен жұмыс жасап, оның қайдан қалай тапқанын әкеммен кездескеннен кейін бір Алланың қалауымен өсіп, сол бір жетістіктерден бірінші қадамдарды баса бастадым. Содан мен дайымын дегенде халықпен жұмыс жасай отырып, дәл қазір мамандырылған психологияны бітіріп, гипнотерапияны оқып, одан бір бөлек қаншама білімді алып, және Аллахтың қалауыменен күннен күнге өсіп, өзіммен жұмыс жасай отырып, сіздер секілді, дәл сен секілді қаншама адамдарға көмек беріп жатырмын. Ал бұл менің өмірімде өткен оқиғаның бірі. Я, ата-ана еш нәрсеге кінәлі емес. Психология дегенде сен шаршап кеттің. Энергия деген бар, ал энергия мықты болу үшін, қуатын сенің керемет болу үшін, ішкі қуатын, ішкі сезімдерін толықсынбай, сенің кезінде жылай алмаған, айта алмаған сезімдерін шықпай, өсу өте жай. Өскен жағдайдың өзінде де бір мезеттен құлай бастайдысың. Ол дәлел. Ол өзімнен өткен дәлелдердің бірі. Сонымен қазіргі таң менің осы сезімдермен өткеннен кейін саған осы бір эмоциямен бөліскім келді. Ең алғашқы мен кредит алғам. Клиника салу үшін ол кезде 6 миллион 200 мың теңге жетпей қалды. Мен 150 миллион тұратын үйімді залогқа қойып кредит алам, ал жолдасымның зарплатасы 135 мың теңге. Ал мен кішкентай жерде жұмыс жасайым, мен үшін айына төлейтін 160 мың теңге, менің санамда көп ақша бар болғанменен халімде 1 миллион 600 мыңдай сезім болды. Ал әлгі 6 миллион 200 мың мен үшін 60 миллиондай. Сонымен мен тәуекелге бел буып, кредит алып, ем жүргіздім. Менің әрбір өзіммен жұмыс жасауым ертерек бизнесінде 1,5 жылдың ішінде кредитті жауып, көлік алып, жаңа бағытқа көшіріп, одан кейін таза оборотты 6 миллион тауып, одан кейін таза ешқандай шығынсыз қазір күннен күнге өсу үстіндемін. Мен білем, сенің жетістікке жете алмай жүргенін, отношенияң дұрыс болмай жатқаны,
күйеумен, әлде әйеліммен, ата-анаммен, ата-енеммен өмірінде қандай жағдай болмасын шүкір ете отыра жаның тыныш емес болу, ол сенің ішкі блоктарың, ол сенің ішкі халіңнің кішкентай болуы. Психология ата-ананы кінәламайды. Психология ол ішкі сезімдер мен блоктармен кездесетін мықты практикалық жұмыс. Енді дәл қазіргі уақытта мен саған өзімнің авторлық емімді жасағым келіп тұр. Яғни терапия. Биоэнергетиканы оқып келдім Турциядан. Дайын болғанда. Дипломдар алдым, білім алдым, өсудемін. Және мен саған қазір көмектескім келіп тұр. Себебі адамдарда от деген бір стихия болады. Лапылдап тұрған от стихиясындағы әрбір мамандар өзі проявляция етіп, ораторлық сезімдерін көрсетіп, адамдарды шошытып қойды. Ал бірақ энергия бар. Ал энергия ол ішкі қуат, ішкі сезім, ішкі халің жақсы болса, энергиян бәріне беріледі. Мен сенің энергиянды сезудем. Ең бастысы сен қабылдасан болғаны. Сенде де энергия бар. Арғы алай-дүлей сезім сол энергияны шығаруға кедергі. Сол себепті өзім сол жолдан өткеннен кейін неге бөліспеске деп, саған көмектесу мақсатында бірінші Аллахтың қалауыменен осы сезім тұла бойыма келіп, менің командам қанша адамдармен жұмыс жасап, Әйгерім ханым беретін сәт келді деп, осы сабақты саған арнағым келіп жатыр. Егер сен рұқсат берсең, жай ғана терең демалып, көзіңді жұмып, еркін бол. Себебі қазір ішкі халмен кездесетін, кішкене болса да саған күш қуат беретін ем болады. Және бұл толыққанды әсер етеді. Сен сезінбесең де, көрмесең де, бұл саған әсер береді. Алланың қалауыменен. Ал дайындаламыз. Дәл қазіргі уақытта бұл терапия ақша жайлы болады. Көзіңді жым, терең демді ал. Бір. Нұрымен терең дем алып, бірақ жатыр, құйымшақ ішінді қысып тұрамыз. Ал дем көкірек тұсына дейін толып тұру керек. Демді босатқан кезде жатырынды немесе қуғынды жамбас сүйекпен қоса босатып, өкпендегі ауаны шығарып, еркін боласың. Дәл осылай 7 рет. 1. Шығар. 2. Демді ал. Шығар. 3. Демді ал. Шығар. 4. Демді ал. Шығар. 5. Демді ал. Шығар. 6. Демді ал. Шығар. 7. Демді аламыз, шығарамыз. Еркін. Тұла бойының еркін екенін сезін. Еркін. Тербелуге болады. Әлде тұла бойын тырысып тұрса, оған мән берме. Дененің тырысуына да рұқсат бер. Ал егер еркін болса, тіптім жақсы. Жай ғана өзіммен кездесуге, ақшаға қатысты саған кедергі болып жүрген, сен білетін бірақ есінен шыққан установкамен кездесуге дайын бол.
Терең демді ал. Жатырымызды, қолымызды, құйымшағымызды қыса отыра. Енді демді жібер. Дәл қазір мен 5 дегенде сен балқисың, еркін боласың. Сенің көз алдында қаралық, қап-қараңғы дүние болса да мән берме. Сен балқисың, 1, сен балқисың, 2, сен балқисың, 3, сен балқып жатырсың, 4, сен енді тынышсың, 5. Мен 3 дегенде сенің дәл көз алдында немесе сана деңгейінде кішкентай сен көрінеді, әлде есіне түседі. Көз алдына көрінбесе іздеме, жай ғана сананды тыңда. Бұл балқу сенің логиканды тоқтатты, және сенің түп санан, түйсігін оянып тұр. Терең демді ал. Жібер. Мен 3 айтқанда, сенің кішкентайын, кішкентай сен дәл алдында тұрады. Әлде ойында. 1, 2, 3. Міне, сен өзіңді, бала өзіңді сезініп тұрсың. Ал ол сені, себебі сендер бір адамсыңдар. Енді жай ғана мен сұрақ қоям, соның жауабын іздейсің. Ал кішкентай сен түйсік деңгейінде саған жауап береді. 1, сен балқудасың. 2, сенің жаның тыныш. 3, кішкентай сен сенімен сөйлесуге дайын. Менің нағыз ақшаға көз қарасым қандай? Мен ақша туралы не ойлаймын? Менің артымнан қайтала. Менің нағыз ақшаға көз қарасым қандай? Мен ақша туралы не ойлаймын? Терең демді ал. Дәл қазір мен 4 дегенде саған сенің кедергі ойын есіне түсе бастайды. 4 дегенде сен маған жауап бересің. 1, дайынсың. 2, ақшаға ойым қандай? 3, неге ақшадан қорқамын? 4, жауап келді. Енді сұрағыма жауап берші. Ақша сен үшін не? Өтініш ақталмаймыз. Жыласан да болады,
айқайласан да болады. Бәлкім ақша емес, басқа дүниелер есіне түсті. Осы уақыт саған бері жай ғана сезінеміз. Шығарамыз, шығар эмоцияңды. Еркін, бүкіл тұла бойың сенің қазір еркін. Ішкі хәлін оянуда. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Шығар. Енді сол сендегі қорқынышқа, осы кедергі ойға бетпе-бет қараймыз. Менің артынан қайтала. Кішкентайым, мен сені жақсы көрем. Кішкентайым, ақша ол жақсы. Кішкентайым, ақша ол өте жақсы. Ақша ол қуаныш. Кішкентайым, мен сені қолдаймын. Кішкентайым, сен енді ересексің. Кішкентайым, сен ешкімге міндетті емессің. Кішкентайым, сенің қуатың өте мықты. Сенің энергияң бар. Сенің энергияны ақша еркін, көркем, адал жолда келіп жатыр. Кішкентайым, сен бақыттысың. Ақша ол сенің сен қалаған мақсаттарына көмектесіп жатқан инструмент. Кішкентайым, өтініш, енді алаңдама. Мен сені қолдаймын. Сенің барлық бала арманыңды орындадым. Сен ол мен ол сен. Енді ішкі хәлмен есетін сәт келді. Мен сені жіберем. Сенің қалауыңды алып берем. Ақша жақсы. Ақша берекелді, берекелді, берекелді. Ақша таза. Ақша жиналған сайын жиналып жатыр. Ақша қуаныш. Ақша шартсыз өз қалауымен көмектесу. Түсіндің бе? Ренжіме. Мені кешір. Ересек мені кешір. Осы күнге дейін түсіне алмағаным үшін. Сен есейдің. Бүкіл денене осы сезімдерді тарт. Тарат. Шашының түбінен бастап бәшбәй саусақтарына дейін. Жеңіл, қуаныш, ақшаның жиналғанын, жиналу үстінде екенін, шартсыз қуаныштың бар екенін түсін. Мен 5 дегенде бүкіл денене осы ересек хәлін, сананың әрбір нейрондары тұла бойына нейрондар туылып тарау үстінде. 1, 2, 3, 4, 5.
Енді кішкентайымызды құшақтап, рахмет айтып, басын сипап, оның қалауын, тәттісін, көйлегін, киімін, ойыншығын алып беруге дайын екенін айтып, жайлап мен 3 дегенде қоштасамыз. 1, 2, 3, жібер. Сенің көз алдында әлде түйсік деңгейінде жоқ. Дәл сол жерде тұрған халіңді ересек, дәл бүгінгі уақытта осы сәтте өмір сүріп атқан ересек ішкі халіңді сезініп, сол тұрған жерінен өз денеңе алып кел. 3 дегенде сенің тәнінде, сенің ішкі рухын, қуатын ересек сен қайтады. 1, артына қарама. 2, жан-жағыңды көрме. 3, отырған немесе тұрған жеріне қайт. Сен қайттың. Енді созыламыз, керіліп, өзімізге рахмет айтамыз. Жайлап терең дем алып, көзіңді аш. Менің артымнан қайтала. Менің энергиям көп. Мен өте рухани қуатты мықтымын. Мен ақша магнитімін. Менің ақшам берекелді, көркем, жеңіл түрде, адал жолда. Менің әрбір жұмысымен келіп, күннен күнге ақшам жиналып, бүкіл қарыздарымнан құтылып өсудемін. Терең дем аламыз, жібереміз. Қалайсың? Мен білем, сенде сондай жеңіл сезім пайда болды. Уайымдама. Егер көрінбей жатса, ойына түспесе, бірақ бұл сенің ішкі халіңді оятты. Мен сенімдімін. Бұл сенің құлағына кірген дүние сенің денеңде сақталды. Егер дене мұздаса, уқалап қоямыз. Бәлкім сен ішін өтеді, бәлкім сен жылайсың, бірақ бұның бәрі қозғау және әсер ету. Егер сезінбесең, күнделікті кемінде 2 рет тыңдап, өзімен жұмыс жаса. Ал егер өзіңді толық тауып, бұдан да жақсы жетістікке жетіп, нағыз жан тыныштығын танып, біліп өзіңді танығың келсе, менің консультациям мен терапияма шақырамын. Бұл әрине шартсыз. Сенің ниетің маңызды. Сен сенбе, бірақ сен сынап кел, бірақ өтініш тек қана күтпе және ниет тура болсын. Сынағанды да, сенбегенді де қабылдаймын. Және ол міндетті түрде әсер береді. Ал күту, ол қажет емес. Сен енді ересексің. Сенің міндетті түрде жолың ашылды. Мен айтты дейсің, жақында тосынан саған жақсы хабар келеді. Ақша келеді, күтпеген ақша келеді, тұрып қалған ақша келеді. Айлығын өседі, ұсыныстар пайда болады. Жаңа деңгей, жаңа жұмыс, әлде жұмыстан өсесің. Үйінде береке кіреді, бәрін қабылда. Міне осыны энергия деңгейіндегі күш қуатпен, сенің ішкі халін есею мен жан тыныштығы деп атайды. Алла разы болсын осы уақытты өзіңе арнаған үшін, саған ұнады деген ойдамын, саған басым дейіп алғыс айтамын. Мен Аллахтың сүйікті құлымын. Мен Аллаға сенемін. Сен маған шартсыз кел. Сенбесең де, сынасаң да, және сенмен жұмыс жасауға мен дайынмын. Мен де сен секілді адам, бұл бірақ менің миссиям.
Дәл саған 50% жеңілдікпен терапиямды, санадан денеге атты емдік терапиямды ұсынамын. Консультацияма кел. Бір терапия 10 терапиядай әсер береді. Бір терапия бірден скачок береді. Бір терапия 4 бағытта. Энергия деңгейінде жұмыс. Денедегі сақталып қалған блокты шешу. Және де осылай түйсігінде жатқан өзіммен кездесе отыра, скачок жасайтын 7 қабат әлемді жаратқан Аллахтың қалауымен мына әлем деңгейіндегі полянды кеңейтіп, тұла бойын жеңілдейді. Сенің қазір санаңмен көп жұмыс жасалған. Сен мышлениең бай болмасаң сен кірмейсің. Бірақ сенің деніңдегі ақпарат емделмегендіктен сол кішкентай 30%-те жатқан убеждение саған кедергі болуда. Ал менің 50%-дық жеңілдік терапиям денеден де, түйсіктен де, сенің кеңістігінен де оны алып тастайды. Және терапияға жазылған адамдарға міндетті түрде консультацияны бонусқа берем. Мен сені күтем, ем болсын. Төмендегі сілтеме ма? Төменге номеріңді қалдыр. Сенімен сөйлесуге дайынмын, Алла жар болсын. Тағы да ем болып өс. Плюс қалып көресің. Жоқ, плюстан келіп тұр ғой так. Плюстан келеді. Болды. Болды. Болды.